Бәріне сәлем. Мен балаларыма бүгін қалай қазақша үйретіп жатқанымды көрсеткім келіп тұр. Бізде Астанада көбісі орысша болып кеткен. Балалар да орда орысша сөйлейді, қазақша сөйлесең қиналып, даже жаңағы ойнаймын, ойыншық, Мұстафа қайда деген сұрақтарға жауап бере алмайтын балалар бар бізде. И ол проблема менен де айналып кеткен жоқ. Мен қазақша сөйлесеміз, үйде әкесі де өзім де қазақша сөйлеймін, бірақ 4 жасқа Мұстафа келген кезде, оны 4 жас 2 ай болған кезде үлкен группаға ауыстырдым. Оказывается, ол маған ескертпеген, үлкен группа, смешанный группа екен. Маған ескертпеді, сосын мен ол мана орысша сөйлеп бастағаннан кейін байқадым да. Сосын айқай шығарып, орыс шығарып, неге маған ескертпейсіздер деп. Сонымен мен баланы алып кетем дедім. Олар мені, көндірді. Біз қазақша мұғалім алып келеміз оған, қазақша няня береміз деп. Солай бір 2-3 айдай жүрді. Одан кейін ол нянялар жұмыстан шығарып жіберіпті ол кісілерді. Оны да тоже маған ескертпеген. Содан мен біртіндеп қазақша садик іздей бастадым. Өйткені ұлым уже 5 жасқа келгенде, енді 7 ай болды ғой, смешанный группаға барып жүргенде, уже менің кейбір қазақша сөздерім түсінбей бастады. Содан кейін мен деген ойбай болмайды, алып кетпесем деп, қазір қазақша садикке ауыстырып жатырмын. Алпамыс деген садик Астанадағы жағдай. Ол жер бойлы школа сияқты, бірақ ол садикке келердің алдында бізге талап қойды. Bir жағынан балам барғанда қиналмасын деп, мен сол жаздан бері тілімізді ұмытпауға жұмыс жасадық. Сол тілімізді ұмытпауға жұмыс жасаған нәрселерді сіздерге көрсеткім келіп тұр. Ең бірінші мен кітаптан бастағым келіп тұр. Бізде определенный кітаптар бар. Соны мен Паятапына айтқым келіп тұр. Ең бірінші қатты мән беріп алған кітабымыз ол біздің Тілашар. Бұл Тілашар именно Бен Ньюман деген суретшінің суретші жасаған. Бұл жерде определенный бір техникалар бар. Мысалы, мына жерде определенный түстер, қанық түстер, жасыл түстер, именно балаларға қызықты түстерді пайдаланып, қызықтыратын түстерді пайдаланып, солай жасаған. Және маған ұнайтыны, бізде Мұстафа мынадай карточкаларды ашып айтқанды жақсы көреді. Бұны ерте кеш демей, мен балаға осының бәрін үйретем. Мына жерде жануарлар бар. Бізде мысалы кездеспейтін жануарлар бар, мысалы лемурды Мадагаскар мультигінен көреді. Мен мысалы сол жақтан, ол мысалы қазақша лемур осылай аталады, піл осылай аталады деп айтам. Кейбір мына жердегі жануарлар бар, которые біздіңге балаларға қызық емес. Бұларды мен Бізде бұндай жануарлар өмір сүрмейді біздің Қазақстанда, бірақ біздің Қазақстанда осындай жануарлар бар, олардың аттары осындай деп қазақша солай жеткіземін. Және қорықпай ютубтан, телефоннан суреттерін көрсетемін. Мына кітап жаңағыдай қазақша балаларды қызықтыруға, және сол түстер арқылы баланың вниманиесі түскен кезде вниманиесін ұстап қалып, соны қазақша сөйлемдер құрғызам. Еще лемур не істеді, қайтты, қайда барды, қандай тамақ жейді деген сияқты сұрақтар қоям. Соның арқасында қазақша жауап беру арқылы баланың тілі осылай жақсы қалыптасады екен. Бұл бізде Тілашар деген бірінші кітап. Бізде қазір көп кітаптар сауатсыз аударылған. Сондықтан көп кітаптарға, жаңағыдай балаға көп кітаптардың пайдасы тимейді, бір сөзбен айтқан кезде. Енді одан кейінгі кітап Сәлем әлем деген кітап. Бұл біздің не деп айтады, қазақтың иллюстраторының ойлап тапқан кітабы. Бұл кітапта маған ұнайтын нәрсе, мына түстер кішкене пастельный тон. Қазақтың біздің иллюстраторы, бұда қызығатына пастельный түстер пайдаланылғанымен арасында баланың вниманиесін ұстап қала алады. Мысалы, балаларға пастельный тон арқылы көбірек көрсетсең, бала спокойный болады деп айтып жатады ғой. Соған байланысты, бірақ мына жерде пастельный ақ тонда, мысалы, мынадай жасыл қанық, қоңыр түстерді әдемілеп қанық-қанық қылып көрсеткен. Және бұл жерде біздің Қазақстанда көбінде пайдаланылатын сөздер балаларға. Сол жағы пайдалы. Және бұл жерде фигуралар да бар, киіз үйлер, жаңағы сандар да бар. Мына жерде мысалы сөйлем құрай аласың. Бала бақшада жүргендегідей, мысалы соны қазақша сөйлем құрай аласың. Және астына сұрақ ретінде, көмек ретінде мысалдар берген. Осындай жемістердің, көкөністердің аттары, бізде пайдаланылатын нәрселер. Сонысы қызық. Және балалардың құлағы, қолы дегендер қазақша қалай аталады, және жаңағы
үлкен кіші күлу, солардың бәрін мынадай қанық түстермен де жақсы берген. И мына жерде и 1 жастағы балаға да, и 4-5 жастағы балаға да қызық кітап. Мына жерде мысалы жануарлар біздің үйде болатын, иә, одан кейін зоопарктегі біздің жабайы жануарлардың аттары көрсетілген, которые реально бізде қолданылатын жануарлардың түрлері, және түстерінде көрдіңіздер ма, и қанық түстер, и пастельный түстер баланың көзін де шаршатпайды, және керекті сұрақтар қоя білуге көмектесетін. Кейде біз ата-аналар өзімізде таза қазақша сұрақты мұғалімдер сияқты қоя алмаймыз ғой. Сондай кезде бұған осы сұрақтардың көп пайдасы тиеді. Сосын балалардың логикасын дамытуға мен мынадай энциклопедиялардан қорықпаймын, вообще энциклопедиядан қорықпаймын. Мына кітапты біз сатып алғанбыз, мына кітапты бізге сыйлыққа берді, бірақ осы 2 кітап баламның любимый кітаптары. Қай кітапты оқимыз дегенде міндетті түрде осы екеуін айтады. Бұл жерде мынау қазақша жануарлардың атауы, осы Аруна баспасының бізде 5 сериясы бар. Бұл жерде тек қана жануарлар, өсімдіктер, адамдарға қатысты нәрселер, сондай көп андай керекті ақпараттар жазылған кітаптар. И еще листать еткенге балаларға өте ыңғайлы. Мынау андай жылтырақ қағаз емес, қатты қағаз емес, балаларға листать етуге өте жеңіл и приятно қолға ұстауға. И жануарлар пастельный тон, ақшыл түсте пайдаланылған. Мына жерде бүкіл керекті информациялар берілген. Мен 2 жастағы ұлыма 6 айынан бастап осыны көрсетем. Просто ең бірінші ашқан кезде ашамда мына атын айтам, Авимим. Мысалы тағы келесін айтам, пәленше. И ана кішкентай ұл, например, кітапты ашсаң болды, уже мына ауыр сөздерді айта алады. Соның арқасында тілі жақсы шықты. Соның арқасында жағдай әріптерді анық айтады. И миы жақсы жұмыс істеп бастайды ғой, логикасы. И ана өзі динозаврдың ойыншықтарымен ойнап жатқан кезде, ана ойыншық динозаврларын жүгіріп алып, мына осындай динозавр, это вот такой динозавр деп алып келеді. Кіші ұлымның тілі шықпайды деп бізге кішкене қорыққандықтан мен оған орысша сөздерді үйретуге қорыққан жоқпын. Өйткені баланың тілі қазір орыс тілінде жақсы шығып жатыр. И мен қазір оны орыс тілінде тілін жақсы шығарып алғаннан кейін қазақшалап жатырмын. Қазір қазақша өте жақсы сөйлейді ұлдарым, кіші ұлым. Осылай жануарлардың атын айтам. Мына жерде бойы, салмағы, адамнан қанша жағдай биіктік, адамнан қаншалықты үлкен, биік, солардың бәрін көрсетуге болады. Осындай өте пайдалы кітап. Біздің почти настольная книга деп айтады ғой. Почти біздің күнделікті алып оқитын кітаптарымыздың іші. Мынау жануарлар, бұны да кәдімгідей листать етеміз. Конечно, үлкен ұл жаңағы динозаврларға, осы жануарларға қатысты бір бетті ашады и көбірек ақпарат сұрайды. Мен оны кәдімгідей айтып беремін, сұраймын, қай жерден көрдің, қай жерде өмір сүреді, сондай нәрселерін сұраймын. Соның арқасында қазақша сөйлем құрастырамыз және жануарлардың түсін айтамыз, ішіндегі сондайлар қазақша айтып, сандарын айтамыз, сөйтіп үйренеді. Мынаны да мысалы кішкентай ұлым, 2 жасар ұлым да, 5 жасар ұлым да қуана оқитын кітап. Сондықтан энциклопедия, жаңағы 12+, жағдай не деп айтады, мектеп жасындағы балалар дегеннен қорықпау керек. Мына жерде қанша жасқа арналған екен жазылмапты. Сондықтан балаларға примерно мынау қызық болады ау деген кітаптарды энциклопедия болса да қорықпай оқытып жүрмін. Одан кейін әліппе. Мен өзімнің жеке тәжірибемнен білемін. Өзімнің інім әріптерді жаттай алмай, қазір көп кітаптар көп еді ғой, соны әріптерді жаттай алмай, тек қана осы әліппе арқылы үйреніп шыққан болатын. 1 жыл, 1,5 жыл дайындалып, әріптерді үйрене алмай, 2 айдың ішінде әліппе арқылы үйреніп шыққан болатын. Сондықтан менің ең бірінші алған әліппе мынау. Бізде Бейбота Қошым Ноғайдың осындай бірнеше сериясы бар. Соны мен бірінші осы әліппе деген мынадай жұқа форматын алдым. Бұл жерде жануарлар, құстардың қазақша атауы, және бұл жерде мынадай наклейкалар бар, балалар қызықтыратын. Ортасына наклейканы алады да, оқыған әріптеріне соны жабыстырады. И мен жай оны оқытқан жоқпын, деп әріптерді үйреттім, және де мына тақпағын жаттатқызатындығым. Осы арқылы ың деген әріптерді жақсы айта алатын болды. Және каждый суббота күні мен қазақ тіл маманын жалдадым. 6 ай ма 7 ай бойы біз каждый суббота қазақ тілін маманымен сабақ оқыдық, және ың, ғы, қы деген дыбыстарды қойып берді маған. Сол кісінің арқасында тоже жақсы бізде результат болды. Одан кейін осы
жануарларды айтамыз, тақпағын жаттаймыз. Ол В деген әріп неге В, жаңағыдай екі әріпті қоссаң жаңағы вампир дегенді қалай оқылады деген сияқты, оның түстері қандай, неге вампир деп атады деген сияқты қосымша сұрақтар қою арқылы тағы да ана қазақша сөйлем айтуға мен әдеттендім. Енді соңғы қазір біз 5 жас 2 ай болды. Вот 5 жас уже 2 ай болды мына кітапты оқып жатқанымызға. Кәдімгі полноценный толық әліппені алып оқып жатырмыз. Бұл қазір баратын жаңа садигіміз уже әліппенің жартысына кепті. Қараңыздар, қазір балалар не оқып жатыр. Ал менің балам орысша оққанмен қазақшаны тек қана 4 әріпті ғана қосып оқи алады. Біз қазір мына жердеміз. Вот бұл осы арқылы негізі оқу жеңіл екен. Мынаны мысалы біз мен қайта-қайта 4 әріпті оқытқызып жатырмын қазір. Бірақ жаңағыдай бір аптада ғана тез үйреніп кетті мынаны қосып оқуға. Өйткені көп о деген әріптерді орысша айтатын болғандықтан, анау кейбір сөздерді қосқан кезде кішкене қазақша емес, басқа сөз айтып тұрған сияқты болады. Сонысына кішкене қиналып жатырмыз, бірақ мынау оқуға балаларға жеңіл екен, сіздерге міндетті түрде ұсынамын. И осы кітаптардың арасында ұйықтар алдында біз оқитын 2 кітабымыз бар. Ол міне Абай ілімі. Абай ілімін Шалқар Аханов жасаған. Шалқардың енді маған сурет салу иллюстрациясы өте қатты ұнайды. Шалқарды мен студенттік уақыттан білемін. Творчествосын мен сол кезден таныспын. Сондықтан мен мына кітапты көрген бойдан, экраным өшіп қалып жатыр. Көрген бойдан осы кітапты сатып алдым. Мұстафа мына кітапты қатты жақсы көреді. Бұның ішінде мынандай иллюстраторлар бар. Қазір көрсетем, міне. Керемет кітап. Мұстафа, мысалы, осы суретті қарау арқылы Абай кітабын примерно уже біледі. Абай кітабының ішінде, мысалы, не жазылып тұр. Мына жерде қысқаша мәліметтер, бұл бетте не туралы қысқаша түсінік. Ол жерде неге бұны осылай жазды? Соның бәрін мен балаға түсіндіремін. Өзі сұрайды, мама, неге бұлай болып тұр? Мына жерде неге осындай суреттелген? Сол арқылы қазақы сөйлемдер құрастырамыз, сол арқылы қазақы түсінік қалыптастырамыз, сол арқылы бізде қазақы рухани дамуға мүмкіндік бар. Мына жерін қос кеуде деп айтады, осы қос кеудесін рухани толтыруға мен қатты мән беріп жүрмін. Осының бәрін бала біліп, оқып, көріп, суреттің иллюстрациялардың арқасында оған қызықта осы кітап. Соның арқасында біз Абай ілімін бастап кеттік. Сіздер Каспиде, кажется, бар. Посоветую, на Шалқар Аханов деп жазсаңыздар, инстаграмнан тоже шығады. Одан кейін рухани дамуымызды тағы дамытып жатқанымыз мынау Әлдиден эпосқа дейін деген кітап. Бұны біз енді күнде аша бермейміз, бірақ осыны біз оқимыз, ішіндегі тақпақтарын жаттаймыз. Міндетті түрде мынадай тақпақтары бар. Одан кейін тақпақтарды жаттатқызам, әйтеуір біртіндеп қисса, үлкен эпостарға жетеміз деп ойлаймын. Ішінде жаңылтпаштар бар, мақалдар бар. Соларды мен біртіндеп оқытып жатырмын. Сұрақ жауаптар бар, дәстүрлер туралы, неге ол осындай дәстүр пайда болды деген сияқты нәрселердің бәрін жазылған, қиссалар бар. Соларды оқып берем, және бәрін түсіндірем, неге олай айтылды, неге бүйтті. Енді 4-5 жас баланың тіліне дамытып, сол 4-5 жас баланың түсінігімен айтуға тырысамын. Нұх пайғамбарлар туралы бар. Адам мен Хауа анамыз қайдан пайда болды? Адам Ева, біздің. Солардың бәрін түсіндіремін. Ыбырай туралы бар, мысалы, ішінде. Енді мына кітап деген білмеймін. Өте бір құнды кітап. Өте баланың 18-ге дейін осы кітаппен дамытатын болсаңыздар, мынаның ішін бәрін жаттап, оқып, біліп, есінде сақтайтын болса, сізде өте жаңағыдай рухани дамыған бала шығады. Даже Қожа Ахмет Яссауи туралы жазылған. Бұны білесіздер ма? Мына кітапты егер бала оқып, бойына сіңіретін болса, жаңағыдай телефонға зависим бала болмайды сізде. Мысалы біз очки киіп
проблемамыз болғаннан кейін мен телефон планшет дегенді алаңсыз тоқтаттым. Мұстафа бізде планшет телефоннан мультик көретіні бар, бірақ определенный 1 сағат уақыты бар мультик қана көретін, басқа уақытта андай документальный фильмдер көреді. Динозаврлардың эрасы, эпос динозавров, эра динозавров дейма, вот этот эксперименттер, например, аквариумда шөлді жасайды да, қолдан сол жерде жануарлар шөлде қалай өмір сүреді, 100 күннің ішінде қандай развитие болады деген нәрселер. Ол сондай нәрселерді көреді да, соның өзін мен тоқтатқаннан кейін осындай нәрселерге алмастырдым. Рухани дамыған бала телефонға зависим болмайды, сосын жаңағыдай кейін игроман болып кетпейді, жағдай ойындарға зависим болмау үшін осындай рухани кеудені дамыту керек екен. Суицид жасайтын әлсіз бала болмайды, кез келген ситуациядан шыға алатын бала болады дейді. Сондықтан рухани дамуына мен қатты мән беріп жүрмін. Сосын бізде мынадай түрлі түсті бөлшектер, енді ойындарға келейін. Бізде мынадай түрлі түсті бөлшектер деген ойын бар. Осы нәрсені маған жеке жазсаңыздар болады, постачиктарын беремін. Ішінде бірнеше карточкалар бар. Бұл карточка арқылы біз түстерді қазақша айтамыз, және де логикасын дамытамыз. Бұл ойын жайлы мен отдельно видео түсіремін, өйткені бізге бір күнде шығарған результатына мен шок болдым. Представляете, кәдімгі шоковое состояние. Өте керемет. Мынадай ішінде ағаштан жасалған, зиянсыз, кәдімгі пайдалы, бояумен жасалған, ешқандай зияны жоқ заттармен істелген. Осындай ішінде карточкалар бар. 2 жас, 4 жас, 5 жастағы балалар қатар ойнай алады. Әртүрлі қиындықта уровеньде жасалған ойын. Бұл да біздің қазақ тілімізді дамытуға, және мен жаңағы логикамызды, мышлениемізді өзгертуге күшті көмек тиіп жатыр. Және менде мынадай осындай ойындар бар. Жады, мына жерде матч деп тұр, 100 қысқа микс, мына жерде ішінде карточкалар бар. Сол карточкаларды қазақша айту арқылы, тез-тез ойлану арқылы, тез-тез сөйлем құру арқылы мен бұны енді балаларыма басқаша ойнатып жүрмін. Негізі бұның ережесі басқа. Менде главный қазақша, ең маңыздысы қазақша сөйлету болғандықтан, осындай карточкалар арқылы сөйлемдер құратам, тез-тез қазақша сөздерді айтуға, тез-тез сөйлетуге, жағдай тез қазақша ойлауға дайындаймын. Осындай ойындарды ойнатып жүрмін. Так, 3-ші ойынды ұмытып кетпін, қазір сіздерге алып кеп көрсетемін. Сосын мына ойынды ойнағанда маңыздысы сіздің толық қазақша сұрақ қоя білуіңіз. Мұғалімдер сияқты сұрақ қоя біліп мен үйреніп жатырмын. Жағдай түстерді айту ғана емес, сөйлемдерді айту, құрастыру, бір-бірімен байланыстыру өте маңызды. Сол арқылы сіз баланы қазақшаға баулу арқылы әр жағындағы мына миын, екі полушариясын жұмыс етуге көмектеседі екенсіз. Мынау тоже біздің қазақстандықтардың ойлап тапқан нәрсесі. Осындай бізде көрпе kids деген карточкалар алдық. Бұл жерде, мына жерде сұрақтар бар. Міне, сұрақтар бар. Осы сұрақты балаға қоясыз, дұрыс жауабына ана кілтті қоясыз. Дұрыс жауабы жоқ кезде мынау карточка алынбайды, бала содан түсінеді. Жаңағыдай сұраққа дұрыс жауап бермеген, сол арқылы көбірек сұрақтарды қойып қазақылыққа үйретесіз. Дұрыс жауапқа қойсаңыз, мына карточка былай алынады. Міне, осы карточка алынады. Міне, көрпе kids деген. Бұның ішінде қателеспесем 30 бай карточка бар, 30 түрлі сұрақ бар. Соған жауап беру арқылы баланы қазақ тіліне баулай аласыз. Бұл да біздің почти аптасына 3-4 рет ойнайтын ойынымыз. Сондықтан осылар арқылы мен балаларымды дамытып жатырмын. Қосымша сұрақтарыңыз болса, маған жазсаңыздар болады. Дәл осылай балаларымызды рухани қазақы тәрбиемен тәрбиелеп, дана бала шығарайық. Мен сіздерге тағы бір мәселені айтпай кетіппін. Мен баланы андай график қойған жоқпын. Так, бүгін тұрамызда 1 сағат қазақ тілін оқимыз деген нәрсе жоқ бізде. Бала ойнап жатқан барыста айтам, давай кітап оқиық, кітап алып келеді. Или өздері алып келеді арасында кітапты оқуға. Айтам, давай на матч, 100 матчты оқиық, ойнайық, алып келеді наны. Айтады, мама, давай кішкене наны көре тұрайыншы дейді, мысалы ше. Сондай сияқтандай баланы қинамау керек екен. Сосын айтам, давай мен что-то мынадай ойнағым кеп тұр, давай мынадай ойнайық бірге.
солай біртіндеп сосын жатар алдында міндетті түрде абай ілімімен эпос жаңағы отбасылық хрестоматиясының кітабын алып келеді. Өйткені оны әдетке айналдырды, ұйықтар алдында міндетті түрде. Кітап оқымаймыз ба деп, солай өзі негізі ұйықтар алдында кітап оқимын, соны әдет қылып, солай балаларды қызықтырдым. Сосын олардың уже бұл привычкасына, әдетіне айналып кеткен. Соның арқасында түнде міндетті түрде қазақша оқып жатамыз. Одан кейін жаңағы әліппені бірақ кешке 20 минут, 15 минут әліппені оқиық деп айтамын кәдімгідей. Сосын ана кіші ұлға үйде любой уақытта кітап оқиық деген кезде сол бірінші әліппені ұсынамын. Кітаптардың арасына давай бірінші динозавр, потом әліппе деген сияқты сондай бетіп араластырып ойындарының арасына кіргізіп жіберіп сөйтіп отырамын. Солай жаңағыдай балаға қиындатпай солай үйрету керек екен. Өйткені андай талап етсең уже ол шаршайды, істегісі келмейді, солай болады екен.